Бүгінгі тақырып мынау Еуропа халықтарының ағарту ісі мен әдебиеті деп аталады. 15 ғасырдың аяғы мен 17 ғасырдың бірінші жартысында Еуропа елдерінде ағарту ісі дами бастады. Біршама діни мектептер ашылып, көптеген адамдар сол мектептерде оқып хат таныды. Ал шамасы бар ауқатты адамдар өздерінің балаларын арнаулы білім беретін оқу орындарында оқытып, белгілі бір мамандықты меңгертіп отырды. Осы кезде Батыс Еуропада көптеген гуманист жазушылар шықты. Олар феодалдық құрылыс пен католик шіркеуін қатты сынады. Бұлардың көпшілігі өздерінің шығармаларында шын мәніндегі теңдік пен еркіндікке негізделген қоғам туралы армандады. Жеке меншік үстем болып, еңбектің нәтижесімен қызған бай топ өкілдерін иемденіп отырған капиталистік қоғамды аямай сынады. Олардың алдыңғы қатарлы өкілдері капитализмнің таптық сословиялық ұлттық қанаулар арқылы елдің экономикалық жағдайын күйзелте түсерін жақсы түсінді. Әділетті қоғамдық құрылысты армандап, оның қандай болатынын өздерінің көз алдына елестетуге тырысты. Міне сол көз алдына сондай әділетті қоғамды елестеткен ағылшын гуманистерінің бірі бұл жазушы Томас Мор деген кісі болды. Бұл кісі 1478-1535 жылдар аралығында өмір сүрген. Алдарыңызда тұр. Томас Мор деген кісі. Томас Мор Лондон қаласында сот отбасында дүниеге келген. Өте білімді адам болды. Ежелгі тілдерді жақсы білді. Әкесінің жолын қуып, заң қызметкері болып шықты. Біреудің басына түскен қайғы қасіретке немқұрайлы қарай алмайтын Мор кедейлерді қорғады. Мордың 1516 жылы мемлекетті жақсы ұйымдастыру және жаңа утопия аралы туралы алтын кітабы атты еңбегі шықты. Қысқаша утопия деп алсаңыз болады. Бұл Томас Мор қиялындағы, кітаптың сыртқы бетін қарасаңыз, Томас Мордың қиялындағы утопия деген арал. Бұл аралда оның қиялы бойынша әділетті қоғам орнаған. Утопия аралы. Бұл кітапта ол сол кездегі қоғамдық құрылысты, Англиядағы қайыршылық жағдайды қатты сынады. Қоғамдағы кемшіліктердің негізі жеке меншікте, ал оның өмір сүру негізі адамдардың ақымақтық әрекеті, менменшілдік, мансапқорлықта жатқанын айтты. Мор өзінің ойлап тапқан утопия аралындағы, яғни қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған арал, бақытты елді, оның тамаша қалаларын, гүлденген даласы, ғажап тәртіптері мен заңдарын суреттеп жазады. Бұл утопия аралында, өзінің қиял ғажайып аралында, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған аралда жалпы кедейлік деген жоқ. Бай да жоқ, кедей де жоқ, қанау да жоқ. Аралдың барлық, бұл утопия аралының барлық адамдары еңбек етуге міндетті. Утопиялықтар, бұл утопия аралында тұратындар күніне тек 6 сағат қана еңбек етсе де, оларда азық-түлік мол, өйткені мұнда еңбек етпейтін жалқаулар жоқ. Аралдың тұрғындары өздеріне не қажет болса, соны қоғамдық қоймалардан тегін алады. Яғни утопия аралында арнайы қоғамдық қоймалар бар. Ол қажеттінің бәрі, тамақ, киім-кешек бәрін тегін береді. Қолдары бос кезде бұл утопия аралының тұрғындары ғылыммен, өнермен, спортпен айналысады. Утопия тұрғындары үйлерінің есіктері әрқашанда құлыпсыз ашық тұрады. Өйткені олар ұрықтан қауіптенбейді. Адамдардың арасында сараңдық тумау үшін олар, бұл утопия аралының тұрғындары, әр 10 жылда өздерінің үйлері мен заттарын бір-бірімен алмастырып отырады екен. Яғни сол кезде кімнің үйі мықты, кімнің дүниесі мықты деген жарыс болмайды, сараңдық болмайды. Сол мақсатта бұл утопия аралының тұрғындары әр 10 жылда үйлерімен алмасып тұрады екен заттармен. Утопиялықтар ақшаны жек көреді. Қымбат тастардан балаларға ойыншық жасайды. Олар алтыннан қылмыстыларға кісен соқты. Томас Мор болашаққа адамға қажет көптеген машина пайда болатынын болжай алмады ол кезде. Сондықтан ол ауыр әрі лас жұмыстарды утопия заңын бұзған қылмыстылардың үлесіне берді. Яғни сондай ауыр
әрі лас жұмыстарды заңды бұзған қылмыстылар жасайды деп қиялдады. Томас Мор еңбек құрал жабдықтары ортақ, әділетті қоғамдық құрылысты армандады, бірақ оны қалай құрудың жолын білмеді. Солай бола тұрса да, Томас Мор оны өте батыл, өзі қиялдаған қоғамның өмірін нақты мысалдармен дәл көрсете білді. Томас Мордың идеясы жеке меншік жоқ, барлық адамдар тең өмір сүретін қоғам құру туралы қиял болды. Сондықтан Томас Мордан кейін жүзеге асырылмайтын өмірден қол үзген қиял утопия деп аталып кетті. Кәдімгі утопия деген термин ғылымға енген болатын. Міне, Томас Мор деген гуманист жазушы осындай кісі болған. Келесі гуманист жазушы бұл Испанияның ұлы гуманист жазушысы Мигель де Сааведра Сервантес. Не болмаса Мигель Сервантес деп есте сақтаңыздар. Бұл кісі 1547-1616 жылдар өмір сүрген екен. Түрін есте сақтаймыз. Мигель де Сервантес деген Испанияның атақты гуманист жазушысы. Бұл кісі Алькала де Энарес қаласында кедейленген дворян дәрігердің отбасында дүниеге келді. Ол жас кезінен бастап өте ауыр тұрмысты басынан өткізді. Яғни дворян семьясынан шықса да, ол семьяның кедейленуіне байланысты өте ауыр тұрмысты басынан өткізді. Жақсы білім ала алмады, дегенмен амалдап университетте бітірді. Италияда қызмет етті. Испан әскерінің қатарында 1571 жылы Түркияға қарсы соғысқа қатысып, сол қолынан қатты жараланды. 1575 жылы Италиядан қайтып оралғаннан кейін Алжир қарақшыларының қолына түсіп, 5 жыл Алжирде тұтқында болады. Алжир географиядан еске түсіре кетейік. Бұл Африканың солтүстігіндегі мемлекет, Алжир мемлекет. Міне осы Алжир мемлекетінде Сервантес 5 жылдай тұтқында болған екен. Қашпақ болған әрекеті де сәтсіз аяқталды. Сөйтіп кедейленіп отырған оның отбасы ақырында оны сатып алуға мәжбүр болды. Көп қиыншылық көрген Сервантес күн көру үшін театрларға пьесалар жазды, ауқатты адамдар туралы мадақ өлеңдер шығарып, азды көпті әйтеуір ақша тапты. Мұнымен күн көру мүмкін болмаған соң Сервантес әуелі әскер үшін астық жинаушы, кейін қарыздарды жинаушы болып жұмыс істейді. Салық жинау барысында ол халықтың өте ауыр тұрмысын өз көзімен көріп қатты қамықты. Сервантес өзінің өмірінің соңғы 15 жылы оның әдеби шығармашылығының өте гүлденген кезі болды. Оны әйгілі еткен еңбек 1605 жылы жазылған Дон Кихот атты роман болды. Бұл роман туралы Сервантестің өзі былай дейді: Дон Кихот сол дәуірде қатты әсерленіп отырған рыцарлық романдарға пародия ретінде жазылған деп жазады. Романның басты кейіпкері рыцарлық романдарды өте көп оқыған және оның оқиғаларына еліктеуші провинциялық кедей идальго Дон Кихот деген кісі. Идальго деп атқанымыз бұл дворян. Яғни осы Дон Кихот ежелгі кезбе рыцарлық кәсіпті қалпына келтіруді ойлайды. Міне, алдарыңызда тұр Дон Кихот және оның досы Санчо Панчос. Санчо Панчос. Жәбірленгендер мен қамалғандарға қорған болып әділеттік орнатқысы келеді. Бірақ бұл кезде ол кәсіптің дәурені өтіп кеткен болатын. Сондықтан да, бұл кәсіп деп отқаны, рыцарлық кәсіп қой. Сондықтан да Дон Кихоттың рыцарлығы тек күлкілі ғана емес, қауіпті де еді. Оның мақсаты, сол мақсатта істеген істері сол кездегі өмір шындығына сай келмеген соң, Дон Кихоттың ерліктері барлық уақытта қайғылы жеңіліспен аяқталып, айналасындағыларға кесірін тигізіп отырады. Яғни рыцарлықтың дәуірі ол кезде өтіп кеткен еді. Роман кейіпкерлері бірімен бірі қайшы да емес, көбі бірінен бірі ұқсас. Олар ақпейіл, ширақ, басқа біреудің басына қайғы қасірет түссе қайырымды. Дон Кихот жанындағы досы Санчоны оп-оңай байисың, сөйтіп губернатор боласың деген уәдемен жорып қалып шығады, қисынсыз уәдемен. Бірақ халыққа қызмет етемін деп жүріп, сәуегей Дон Кихот оларға тек зиян әкеледі. Дәулер екен деп ойлап, найзамен жел диірмендерге қарсы шабуыл жасайды. Тұтқын рыцарлар екен деп жер ауғандарды босатады, яғни қылмыскерлерді. Оған жүргіншілер
түсетін сарайға мал, қоралы қой жау әскері болып көрінеді. Сөйтіп сол әскермен күреседі. Маңайындағы есі дұрыстар Дон Кихотқа үнемі лағынет айтады, өлімші етіп сабайды, оны келемеж дейді, қорлайды. Сонда да Дон Кихот адамға деген сүйіспеншілігін сақтайды. Дон Кихоттың ықпалымен Санчо да өзгереді. Бай ақсүйек оны қалжыңдап аралдың губернаторы етіп тағайындағанда, сауатсыз шаруа данышпандық көрсетіп, яғни Санчо данышпандық көрсетіп, сот мәселелерін шешуде әділеттілік және адалдық танытады. Сервантестің әлемдегі зұлымдық, әділетсіздік атаулыға қарсы күреске шақырған романы дүниежүзі оқырмандарының сүйіп оқитын кітабына айналады. Келесі гуманист жазушы бұл Уильям Шекспир. Жалпы 16 ғасырдың аяғында ағылшын халқының сүйікті өнері театр болды. Ол кезде Лондонда 10-ға жуық театр жұмыс істеді. Театр ойын-сауықтары көптеген қарапайым адамдарды тартатын, көрермендер жым-жырт тыныштықта отырып актерлардың ойынына көз алмастан қарайтын. Кейде спектакльге маска киіп король Елизаветтің өзі де келіп жүрген болатын. Ұлы жазушы Уильям Шекспирдің барлық өмірі театрмен байланысты өтті. Уильям Шекспир 1564-1616 жылдар өмір сүрген. Осы кісі Уильям Шекспир. Ол әуелі актер болды. Мұнан кейін Лондондағы Глобус театрына иелік етті. Лондондағы қазіргі Глобус театры, қазіргі көрінісі, сол кездегі көрінісі. Міне осы Лондондағы Глобус театрына иелік еткен екен. Шекспир 37 пьеса, сондай-ақ көптеген өлеңдер жазды. Шекспир өзінің шығармаларында ескі феодалдық дүниенің күні бітіп келе жатқандығын түсінді. Бірақ ол ақшамен баю, құмарлық үстемдік еткен буржуазияның жаңа тіршілігімен де келісе алмады. Ол былай деген: жауыздық барлық жерді жайлаған. Ол сезім атаулының сенім, әділет, сүйіспеншіліктің бәрін де уландырып отыр. Менің айналамнан көріп отырғанымның бәрі жексұрындық деп түңілген екен. Шекспир адамның ұлылығын терең түсінді. Шекспирдің ұлы трагедиясының кейіпкері Гамлет былай дейді: адам қандай тамаша жаралған, оның ақыл-ойы қандай ізгі, іс-әрекеті қандай дәл, қандай тамаша, әлемнің сұлуы деп айтады екен. Өзінің Гамлет, Отелло, Король Лир, Ромео және Джульетта және басқа да трагедияларына Шекспир қайырымдылық пен әділеттілік, ізгілік сияқты асыл қасиеттерді арқау етіп, адам жан дүниесінің терең иімдеріне барлау жасайды. Ол күшті ержүрек кейіпкерлерді олардың жоғары сезімдерін, яғни сүйіспеншілік пен достықты, адамдық пен ерлікті мадақтады. Мысалға, оның Ромео және Джульетта еңбегіндегі шығармасындағы жас Ромео мен Джульетта бірін-бірі шынайы сүйеді. Бірақ олардың сүйіспеншілігіне отбасылар арасындағы ескі өшпенділік кедергі болады. Жас кейіпкерлер қаза табады, ымыраға көнбейді. Шекспир кейіпкерлері тағдырдың әлсіз құрбаны емес, олар қинала жүріп күресін тоқтатпайтын, өмірді өзгерту жолын таппаса да алған бетінен қайтпайтын жандар. Шекспир адамдар арасындағы қатынасты бұзатын тағы бір себеп ол пайдакүнемдік пен ашкөздік және алтын деп түсінеді. Келесі гуманист жазушы бұл Франсуа Рабле, яғни француз жазушысы, 1494-1553 жылдар өмір сүрген екен. Алдарыңызда тұр: Франсуа Рабле. Бұл кісі қайта өркендеу дәуірі әдебиеті ірі өкілдерінің бірі. Рабленің әдеби шығармашылығы 1532 жылы Лионда жарияланған Гиппократтың афоризмдерінен басталады. Ол Гаргантюа мен Пантагрюэль атты бірнеше кітаптан тұратын фантастикалық романында ескі феодалдық тұрмысты сықақ етіп, гуманистік көзқарасты қолдады. Жалпы гуманизм дегеніміз ол адамшылық, адамгершілік деген мағынада. Автор бұл романды жазуда халық арасында тараған аңыз ертегілерді кең түрде пайдаланып, оған гуманистік сипат береді. Рабле діншілдікті, орта ғасыр әкімдерін, соттарын мазақ етіп, адам баласының
дене және ақыл ой жағынан даму үшін жаңа тәрбие тәсілін ұсынды. Рабле өзінің романында феодалдық жыртқыштық соғыстарды сынады. Ол былай деп жазған екен. Мысалы, оның кітаптың кейіпкерлерінің бірі былай дейді: бұрын ерлік деген аты шулы ата қалған нәрсені біз енді жай ғана қарақшылық дейміз, яғни ерлік қарақшылыққа айналып кеткен ғой. Рабле бүкіл дүние жүзіне өзінің үстемдігін орнатуға әлек болып, өз қол астындағылардың қанын төккен басқыншы корольді мысқылдап келеке етеді. Романда папемания елі суреттеледі. Папемания елі бұл елде папаға берілген католиктер тұрады. Рабле былай дейді: бұл елге ине тәрізді қылдырықтай болып келген адам әп-сәтте суыр тәрізді семіреді. Өйткені дүние жүзінің түкпір-түкпірінен табыс түсіп жатады дейді. Енді бұл жердегі католик шіркеуінің жаңағы дін қызметкерлерінің сондай жаңағы әрекетін мысқылдағаны ғой. Рабле бұл романда тәрбиенің тиімді тиімсіз жақтарына көңіл бөледі. Мысалға, сол романның кейіпкерлерінің бірі Гаргантюаның екі тәрбиешісінің біреуі оқытудың бір-ақ тәсілі жаттатуды ғана біледі. Әкесі бұдан баласына еш пайда жоқ екенін түсініп, екінші бір мұғалім шақырады. Ол екінші мұғалім түсінуге үйретеді, оқуды өмірмен байланыстырады. Рабле Гаргантюасы былай дейді: егер корольдер философ немесе философтар король болса, мемлекет сонда бақытты болар еді. Роман авторы дворяндары жек көрді, олардың мақтаншақтығын және топастығын сынады. Адамдар арасында табиғи қайырымдылықты жоғары қойды. Рабле зорлау мен күштеу болмаған жерде ақыл ойысы өзінен өзі орнығады деп пайымдады. Рабленің даңқы 16 ғасырда кең жайылды. Оның аты Гомер, Данте, Шекспирлермен қатар қойылды. 19 ғасырдың екінші жартысында Рабле романының тарихи мәдени маңызды терең талдауға әрекет жасалды. 1903 жылы Раблені оқып үйрену қоғамы құрылды. Рабле шығармашылығы Ресейде 1917 жылдан бастап кең тарала бастады. Гаргантюа мен Пантагрюэль романы орыс тіліне 3 рет аударылды. Қазақ тілінде бұл роман 1938 жылы алғаш жарияланған. Жалпы Рабле шығармашылығы француз және дүние жүзі әдебиетінің дамуына үлкен ықпал жасаған.